Тұзды таңғыштар емдеудің ең тиімді әрі қолжетімді әдістерінің бірі болып табылады. Бұл тәсілді алғаш рет ресейлік хирург Щеглов жасап, медициналық тәжірибеде енгізген. Ұлы Отан соғысы кезінде алдыңғы шепке жақын орналасқан госпитальда жаралыларға көмек көрсеткен кезде әскери хирург Щеглов тұзды таңғыштарды қолдану жара беттерінің тезірек тазаруына және тіпті өте үлкен жаралардың да жылдам жазылуына ықпал ететінін байқаған. Тұзды ерітінді осмостық әсерге ие болып, зақымданған тіндерден артық сұйықтық пен зиянды токсиндерді тартып шығарады. Соның нәтижесінде ісіну азаяды, қабыну басылады, регенерация мен жазылуға қолайлы жағдайлар жасалады. Тұзды ерітіндіні емдеу үшін қолдану кез келген жағдайда қолжетімді және түрлі қабыну жағдайларында тиімді. Тұзды таңғыштар мүлдем қауіпсіз, аллергиялық реакциялар немесе тері тітіркенуін туындатпайды. Пациенттер оларды жақсы көтереді. Бұл әдіс кез келген жастағы адамдарға, жасқа да, қартқа да қолданылады. Оларды пайдалану үшін күрделі әрі қымбат жабдық немесе арнайы дағдылар қажет емес. Тұзды таңғыштардың жара жазатын қасиеті жоғары. Олар тиімді, ауыр асқынулардың алдын алуға көмектеседі және салдарларды жеңілдетеді. Қолдануға болатын жағдайлар. Алғашында тұзды таңғыштар тек терінің сыртқы ақауларында, жараларда және дерматологиялық мәселелерде қолданылған. Алайда уақыт өте келе әдіс кеңірек таралып, түрлі ағзалар мен жүйелердің ауруларында да пайдаланылатын болды. Тұзды таңғыштар ашық жываларды, оның ішінде күйіктерді емдеуге көмектеседі, асқыну қаупін азайтып, жазылуын тездетеді. Сондай-ақ қант диабеті немесе созылмалы веналық жеткіліксіздік аясында пайда болатын, ұзақ жазылмайтын созылмалы жараларда да тиімді. Дерматологиялық аурулар кезіндегі қайталанатын тері бөртпелерінде, оның ішінде экзема мен дерматит жағдайларында да қолданылады. Тері бүтіндігінің бұзылуы кезінде қайталама инфекцияның қосылуын және асқынулардың дамуын алдын алу үшін де пайдаланылады. Операциядан кейінгі таза жаралардың жазылуын жылдамдату мақсатында жараның бастапқы тартылуымен жазылып, мүмкіндігінше дөрекі емес тыртық қалдыру үшін, келоид тыртықтарының болмауы үшін де қолданылады. Сонымен бірге, тыныс жолдарының қабыну ауруларында, буындар ауырғанда да көмегін тигізеді. Осылайша, бұл емдеу әдісінің қолданылуына көрсетілімдер, жаралы беттер, терідегі түрлі бөртпелер орналасуына қарамастан қабыну жағдайлары болып табылады. Бұл әмбебап әрі қолжетімді әдісті стационарда да, үй жағдайында да, емханада да, ауруханада да қолдануға болады. Тұзды таңғыштармен емдеу әдісі туралы мамандардың пікірлері өте көп. Интернетте осы тәсілге қатысты түрлі дәрігерлердің оң пікірлерін кездестіруге болады. Солардың бірнешеуін атап өтейік. Хирург Хавьер Эспиноса бұл әдістің жай ғана тиімді емес, сонымен бірге ғылыми негізі бар екенін және жаралар мен күйіктерді емдеуде нәтижелі құрал болып табылатынын айтады. Раневикалық инфекциялар мен іріңді хирургия саласының маманы Александр Кузнецов та тұзды таңғыштардың жарасы бар пациенттердің жағдайын жақсартудың қарапайым әрі қолжетімді тәсілі екенін атап өтеді. Оның айтуынша, тұзды таңғыштардың косметикалық қасиеттері жараларды тазартуға көмектеседі және жазылу процесін тездетеді. Гинеколог дәрігер Ольга Придухина да тұзды таңғыштардың жағымды қасиеттері туралы айтады. Түрлі бағыттағы мамандар өз тәжірибесінде тұзды таңғыштарды қолданады. Олардың қатарында хирургтер, гинекологтар, дерматологтар, косметологтар, инфекционистер, ревматологтар, пульмонологтар, андрологтар, аллергологтар және ангиологтар бар. Тұзды таңғыштарды қалай жасау керек? Үй жағдайында тұзды таңғыштарды өзіңіз дайындап қолдануға болады. Міне, бірнеше қарапайым рецепт. Дайындау үшін 1 литр суға 1 ас қасық тұз салып, жақсылап араластыру керек. Тұз толық еріп кетуі тиіс. Стерилді дәкі бірнеше қабат етіп бүктеледі. Дәкіні ерітіндіге батырып, ол дымқыл болу керек, бірақ одан су тамып тұрмауы тиіс. Дайын таңғышты қажетті бөлікке қойып, үстінен бинтпен бекітеді. Оны шамамен 20-30 минут ұстайды. Қажет болған жағдайда таңғышты ауыстырады. Ашық жаралар мен жаралы беттерді емдеуге арналған жағдайда тұзды ерітінді сәл қоюырақ жасалады. 1 литр суға 2-3 ас қасық тұз салынады. Мұндай таңғышты кем дегенде 1 сағат ұстау қажет. Тұзды таңғыштар үшін жай судың орнына емдік шөптердің тұнбасын қолдануға да болады. Шөп тұнбасы 1 литр суға 2 ас қасық құрғақ шөп қосу арқылы дайындалады. Тұзды таңғыштарды қолдану түрлі ауруларда көмектеседі. Бұл қарапайым, қолжетімді және тиімді емдеу әдісі.